жеміс ағашы көп түйін түйген сайын жерге қарап еңкейе береді. Мен мырзаны сол жеміс ағашына теңеймін. Құдай берген сайын бұл осылай амандасып бара жатыр. Алла осы пейіліне беріп жатыр. Әйтпесе талай азаматты көрдік қой, аға деп жүріп сәлемін алуға зар болып қалдық. Мырза, Құдайға шүкір, қазір енді азнаулақ дүниең бар. Мына тойға 100 мың алып келген ағайынның ертең тойында 100 мың теңгені сен қайтып бересің. 200 мың берсе 200 мың бересің. 500 берсе 500 мың бересің. Сен бірақ бір нәрсесін бере алмайсың. Ол бүгін сенің тойыңа деп жұмсаған уақытын енді ешқашан қайтып бере алмайсың. Сондықтан осы ағайындарға әулетіңнің қуанышына уақыт бөліп келген осы қызметіне алғысыңды айтпасаң, ол енді саған үлкен сан. Құтты болсын. Сағат тұрамыз. Ризамыз сіздерге. Алла разы болсын сіздерге. Той құтты болсын. Қуаныш құтты болсын. Жұғысты болсын сіздерге. Рас, Мырзағалидың инстаграмдағы салып жатқан стористеріне қарап отырып қызығамыз. Мырзағалидың тойына шықтық деп біреу Қостанайдан салып жатыр, біреу Алматыдан салып жатыр, біреу Өзбекстаннан салып жатыр. Бұның барлығы Нармұрат әкеміздің әруағын сыйлап келген меймандар деп өз басым білем. Сол әкеміздің әруағы разы болсын. Тойдың басында айттым ғой, балаң жақсы болса мақтанып марқаясың, балаң жаман болса уақытынан бұрын қартаясың дейді. Ғалипа, осылардың тек мақтанышымен мақтанып марқайыңыз, қартаймаңыз. Мен сізді көрдім, бірақ әкемізді көргеміз жоқ. Естуімізше тарту керек инструменттің музыкада барлығын тартып осы інілеріне үйреткен екен. Гармонды да тартады, гитараны да тартады, домбыраны да тартады дейді, бірақ баласы мырза темекіден басқа ештеңе тартқан жоқ. Содан басқа жамандығы жоқ. Басқа жамандығын көргеміз жоқ. Осындағы әрқайсымыз сенің әкең жақсы адам, сенің атаң жақсы адам, сенің әжең жақсы адам деген сөзді 2 күннің бірінде естиді, бірақ сенің балаң жақсы адам дегенді 2 ананың бірі ести бермейді. Мына дүйім жұрттың алдында мен сізде сондай бақытқа кенелтейін деп тұрмын. Сіздің балаңыз жақсы адам. Сондықтан аға болып жүрміз жақсы болған соң, өйткені бұл інілік жолын біледі. Ең бастысы тіл көзіміз тасқа, елге қараған жүзіңізді жерге қаратпасын. Осы бақытты баянды ғұмырды кешіп, осылардың қызығына тоймай жүре беріңіздер.